Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз әліппе 1 сынып 8 сабақты талқылайтын боламыз. Видеоны көрмес алдын арнаға жазылып кетіңдер. Бірінші тапсырма дыбыс. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз дыбыс. Ауладағы дыбыстар. Бірінші суретке назар аударсақ, бұл жердегі ауыл бейнеленген, балалар. Бұл жерде қыз не істеп жатыр? Қыз тауықтарға жем беріп жатыр, Ал артқы жағында атасы мен немересі не істеп жатыр? Олар бірге әңгімелесіп отыр. Ал ана жақта қой мен жылқылар не істеп жатыр? Әрине, олар өздерінің тамақтарын жеп жатыр, азықтарын жеп жатыр. Ал ана жерде ит не істеп жатыр? Ол дем алып жатыр, балалар. Бұның бәрі дыбыстарға жатады. Енді біз қазір сурет бойынша әңгімелейтін боламыз. Бұл біздің ауылымыз. Бізге ауылға барған ұнайды. Ауылда үй жануарлары көп. Осы жазғы демалыста інім екеуміз ауылға бардық. Ауылда ата-әжемізге көмектестік. Тауықтарға жем шаштық. Енді біз, балалар, бұл жерде көрген жануарларымызды, бәңгілде айтқан жануарларымызды, үй жануарларын қалай дыбыстайды? Айтып беріңдерші кәні. Бірінші тауық. Тауық қалай дыбыстайды? Молодец, балалар. Енді екіншісі. Ит қалай дыбыстайды? Кәнеки? Жарайсыңдар, балалар. Енді сиыр ше, сиыр қалай дыбыстайды? Жарайсыңдар, балалар. Біз үй жануары қалай дыбыстайтынын білеміз, Енді астындағы тапсырманы орындайық. Айша не істеп жатыр? Айша тамақтандырды. Балалар, осыны дәптерлеріңе жазып алыңдар. Балалар, сендер тағыда қандай жануарлардың дыбысын білесіңдер? Астығы комментарийға жазып кетіңдер. Сау болыңдар, балалар. Видео